оқушылар. Саламатсыздар. Әдебиетті оқу сабағын бастаймыз. Бірінші сабағымызды бастамас бұрын балалар психологиялық ахуалымызды жүргізіп алайық. Балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Сабаққа дайындықтарың қалай? Тамаша. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Ал енді балалар орнымызға отырайық. Балалар, біз топқа бөлініп алдық. Бірінші тобымыздың аты жұлдыз тобы, екінші тобымыздың аты батыр тобы, үшінші тобымыздың аты мерген тобы. Енді балалар, біз топ ережесін атап өтейік. Тобымыздың ережесі қандай екен? Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Бірінші тапсырма бойынша мозаика ойыны өткен тақырыпты қайталау арқылы жаңа тақырыбымызды ашамыз. Қазір мен сендерге балалар сұрақтарды таратып беремін үш топқа. Біз сол сұраққа жауап беру арқылы мозаикамызды құрастырамыз. Жарай ма? Бұл топтық жұмыс балалар. Ал балалар, анда сол жұмыс кәдімгі бәріміз бірге орындап, бір-бірімізбен ашылдасайық. Қараңдар. Тез оқып, дайындалыңдар. Анда сұраққа жауап береміз. Жауабын жазып отырамыз кәдімгі сұраққа тез. Тез. Жауабын жазыңдаршы балалар. Сұраққа жауап береміз. Жазыңдар, жауабын жазып қойыңдар балалар. Сонан кейін маған оқып орындаймыз. Сендер сұраққа жауап берген сайын балалар, біздің мозаикамыз анағы жерде құрастырылады екен. Жапсырып отырамыз шетінен, иә балалар? Ал балалар, егер жапсырып дайындап болсақ, тапсырмамызды оқып маған сұраққа жауап береміз. Қанеки кім дайын? Ал Айша айта ғой, оқи ғой. Бауыржан Момышұлы соғыста ең қауіпті нәрсе не деген сұраққа қалай жауап берді? Үрей деді. Өте жақсы. Бірінші мозаикамызды жапсырамыз. Келесі кім жауап береді? Арнұр. Қазақтың бұлбұлы кім? Күләш Байсейітова. Дұрыс па балалар? Қазақтың бұлбұлы кім екен? Күләш Байсейітова. Екінші мозаикамызды жапсырамыз. Келесі сұраққа кім жауап береді? Ал Толғанай. Бауыржан Момышұлы мина қаптаған жерден қалай өтті? Атпен алға жүріп өтті. Өте жақсы, атпен алға жүріп өтті. Тағы да мінекей жапсырайық. Келесі тапсырмамыздың. Келесі кім оқиды? Кім жауап береді? Ал кім? Амина. Нұрмет Ғабдуллин жазушы ғалым. Өте дұрыс. Жақсы, дұрыс па балалар? Нұрмет Ғабдуллин кім екен? Жазушы ғалым. Келесі. Аделя оқи ғой. Дұрыс. Өжет
дейлі. Батыр қазақтың қаһарманы кім? Бауыржан Момышұлы. Өте жақсы. Қазақтың қаһарман батыры кім екен? Бауыржан Момышұлы. Біз өткен сабақта, балалар, өткенбіз, иә? Келесі сұраққа жауап беретін және. Нығмет Ғабдуллин кім? Жазушы ғалым. Дұрыс. Нығмет Ғабдуллин кім? Жазушы ғалым. Ары қарай, мінекей тағы да жапсырамыз. Келесі. Рашид жауап бере ғой. Батыр болмай. Дұрыс. Батыл болмай, батыр болмайды. Даусымызды шығарып айтамыз. Өте жақсы. Келесін жапсырды. Тағы да кім жауап береді? Бейбарыс. Нығмет Ғабдуллин қай жылы дүниеге келді? 1927 жылы дүниеге келді. Өте жақсы, дұрыс, иә? 1927 жылы дүниеге келген екен. Келесі. Кім? Дамина. Нығмет Ғабдуллин қай өңірде дүниеге келді? Ақмола облысы Атбасар ауданы Шұңқыркөл ауылында дүниеге келген. Өте жақсы, отырады. Келесі сұрақ. Діннұр, айта ғой. Айта бер, аға. Қазақтың Күләш Байсейітова. Ары қарай ең соңғы сұрақ. Біреу қалды, иә? Кім? Айта ғой. Ардұр айта ғой. Тұра ғой. Оқып өтсеш, оқып айтсаш. Оқып айтады ғой. Оқи бер. Айта бер, оқып айта бер. Қазақтың батыры кім? Бауыржан Момышұлы. Балалар, қараймыз енді. Біз барлық сұрақтарға жауап бердік. Қанки, қараңдаршы. Бізде балалар, суретте кімнің суреті шықты бізде? Маметованың суреті шықты. Бұл біздің батыр қызымыз екен. Қанки. Енді балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз пулеметші батыр қыз Маншүк Маметова туралы екен. Мінекей біз бүгін Маншүк Маметова туралы сабағымызды ары қарай жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Маншүк Маметова 1922 жылы дүниеге келген екен. Оның шын аты Мәтсия. Ол Орал облысы Орда ауданында туылған. Ал 1943 жылдың 16 қазанында қайтыс болған. 1944 жылдың 1 наурызында ержүрек қызға Кеңес одағының батыры деген атағы берілді. Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк Алматы медициналық университетінде оқиды. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанған. Ол 21 атқыштар дивизиясының құрамында атысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк мергендігімен көзге түсті. Ол Невель қаласының түбіндегі шайқаста соңғы демі қалған үзілгенше қолынан пулеметті тастамаған күйінде қаза болды. Қанки балалар, енді осы Маншүк Маметова апамыз туралы видеоролигімізді қарайық. Мың 1943 жылдың қазаны. Невель. Кеңес жауынгерлері қаланы неміс әскерінің басқыншылығынан қорғау үшін тайсалмай шайқасуда. Калинин майданының 3-ші соққы беретін әскерінің 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының пулеметшісі Маншүк Маметованың батальоны жаудың қарсы шабуылына тойтарыс беру туралы бұйрық алады.
Кеңеш жауынгерлері бекінген томпештікте тірі жан қалмағандай. Пулеметшілер тобынан жалғыз қалған Мәншүк басынан жарақат алса да, тең емес шайқаста фашистерге 3 пулеметпен оқ жаудырады. Ол жаудың 70 солдатын өлтіріп, кескілескен шешуші ұрыста ақтық демі беткенше пулеметтен оқ боратып, қаһармандықпен қаза тапты. Невель қаласы үшін болған ұрыста көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін 21 жасар аға сержант Мәншүк Маметоваға қайтыс болғаннан кейін 1944 жылы 1 наурызда Кеңес одағының батыр атағы берілді. Батыр қыздың құрметіне туған жерінде ескерткіш орнатылған. Көшелерге, мектептер мен оқу орындарына Мәншүк есімі берілген. Қаһарман қыздың өмірі мен өшпес ерлігі жайлы Мәншүк туралы жыр көркем фильмі түсірілді. Видеоролигімізді тамашаладық, ja? Енді қазір барлығымыз кітаппен жұмыс, барлықтарымыз кітаптарымызды ашайық. Мәншүк Маметованың Саду Машақовтың Мәншүк туралы өлеңін ашамыз. Мен оны бастамас бұрын бірінші сендерге бағалау парақтарымызды таратып берейін, ja, балалар? Осыған өзіміздің бағалауымызды жазып отырамыз. Өздеріңді бағалап отырасыңдар, әр тапсырылған сайын, ja, балалар? Ал балалар, кітабымызды ашайық, кітаппен жұмыс. Белгілі ақын Саду Машақовтың Мәншүк туралы өлеңін түсініп оқу, дұрыс оқу, шапшаң және мәнерлеп оқу. Ал енді қанеки әр топтан бір бала оқып шығады, ja, балалар? Қанеки бірінші жұлдыз тобынан Арнұр оқып шықшы. Сілкінтіп зембіректер жердің жүзін, оқ борап снарядтар қаққанда ызын, қаптаған қалың жаудан тайсалмаған, мен көрдім пилоткалы қазақ қызын. Балалар, келесі екінші шумағын батыр тобынан Дамина оқимыз. Балалар, қарындашпен ішіндегі белгісіз сөздерді не істеп отырамыз? Түртіп отырамыз. Ал, Дамина. Қолында пулеметі Максимоның, бойында күш жігері тасқын оның, ерлермен тізе қосы шабуылда оғымен қырғын майдан ашты жолын. Өте жақсы. Келесі үшінші топтан Мерген тобынан Айша оқи ғой. Көзіне ұшқын өрттей лапылдаған жауына қаһар тігіп қатуланған, отан үшін шайқасқан, ауыр күнде төнсе де өлім қауіпті жасымаған. Өте жақсы. Ал енді балалар, осы өлеңге таныс емес сөздерді түртіп алдық па? Қанеки, қарайықшы барлығымыз. Бәріміз түртіп алдық па, балалар? Аха. Ал қандай сөздер бар екен бұл жерде, балалар? Қаһар, қатуланған, жасымаған және қауіп. Ал енді осының мағынасын айтып өтейге. Мысалға, мына топтан қанеки, Амин айта қойшы. Қаһар деген қандай мағынаны білдіреді? Ашу, ыза деген мағынаны білдіреді. Қаһар деген сөз ашу, ыза деген мағынаны білдіреді. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі екінші топтан келесі сөзді қай сөз? Бибарыс айта ғой. Қатуланған деген сөздің мағынасы ашуланған, кектенген деген сөз мағынаны білдіреді. Дұрыс, отыра ғой. Енді келесі сөзіміз үшінші топ және айта ғой. Жасымаған
деген мағынаны білдіреді. Енді қауіп деген мағынаны Дамин айта қойшы. Қауіп деген не екен? Қауіп деген сөздің мағынасы қорқынышты, қатерді білдіреді. Дұрыс, отыра қой. Енді балалар, осы сөздікпен жұмысты біз барлығымыз дәптерімізді ашып, осы сөздерді істейміз, дәптерімізге жазып аламыз. Қанки дәптерімізді ашайық. Қанки дәптерімізді, қаламсағымызды алайық. Дәптерімізді, қаламсағымызды алып жазамыз. Ал балалар, дәптерімізге жазып қойсақ, барлығымыз қолымызды алдымызға қоямыз. Қолымызды қоямыз алдымызға, бәріміз тақтаға қараймыз, бері қараймыз. Енді балалар, осы өлеңнің авторы кім екен? Сәду Машақов екен. Мінекей, Сәду Машақов 1906 жылы 27 қарашада Семей облысының Жаңасемей ауылындағы Воскресеновка селосында туған екен. Алғашқы жыр жинағы «Колхоз жыры» деген атпен 1932 жылы жарық көрген екен. Қызыл жұлдыз орденімен бірнеше медальмен марапатталған екен. Енді балалар, біздің авторымыз сонымен кім екен? Сәду Машақов. Біздің кейіпкеріміз кім? Мәншүк Мәметова. Енді балалар, қазір жұптық жұмыс барлығымыз мына жерде тақтада Сәду Машақов пен Мәншүк Мәметованың суреті ілулі тұр екен. Барлығымызға қазір мен сұрақтар таратамын. Сол жерде көп нүктенің орнына тиісті сөзді тауып, Мәншүк Мәметова туралы жазылса, Мәншүк Мәметованың астына жапсырамыз. Сәду Машақов туралы сұрақ болса, оның жауабымен оны Сәду Машақовтың астына барып жапсырады екенбіз. Түсінікті ма? Қазір мен тапсырманы таратайын. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жазамыз. Балалар, енді андағы сұрақтарға жауап берсек, қанекей, қай топ болды? Қанекей, ардын оқи қойшы өзіңдікін. Мәншүк Мәметова пулеметші, батыр қыз. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Өте жақсы, дұрыс па? Әкеле ғой, енді оны Мәншүктің портретінің астына жапсырайық. Келе ғой. Дұрыс. Келесі. Айша. Сәду Машақов аға редактор, Қазақстан жазушылар одағының өкілі. Дұрыс, өте жақсы. Бұны қайда береміз? Сәду Машақовтың астына. Аха, Сәду Машақовтың астына береміз. Дұрыс. Отыра ғой. Келесі. Дармина. Сәду Машақов аға редактор, Қазақстан жазушылар одағының өкілі. Келе ғой. Бұны біз автордың астына береміз. Келесі. Ал Амина оқиды. Мәншүк Мәметованың пулеметші, батыр қыз. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Дұрыс, келе ғой. Кім туралы айттық? Мәншүк Мәметова, иә? Соның астына береміз. Келесі. Ал толғанай оқи ғой. Мәншүк Мәметова қайсы батыр қыз. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Өте жақсы.
қайсысын Мәншүк Маметова. Өте жақсы. Мәншүк Маметова ағамызға. Келесі. Жәния оқи ғой. Садық Машақов, аға редактор, Қазақстан Жазушылар Одағының өкілі. Өте жақсы. Келе ғой. Қайда елеміз? Садық Машақов. Сәдік Машақов. Мінекей мына тапсырмамызды орындадық. Енді өз-өзімізді не істейміз? Иығымыздан қағып, мақтап қояйық. Дұрыс. Балалар, шаршадық па? Енді бәріміз кішкене жай бір сергіп алайық, орнымыздан тұрып, сергіп түсәтіп жасайық. Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп. Есігіңнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Өте жақсы. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі, балалар, топпен жұмыс. Келесі тапсырмада қазір 3 топқа тапсырма беремін. Бірінші топ қызу ұрыстың жүріп жатқан өлеңнің қай жолдарынан байқадыңдар? Сол сұраққа жауап береміз. Екінші топ Мәншүк Маметова туралы кластер құрастырамыз. Үшінші топ Мәншүк Маметова өлең жолы бойынша сипаттап береміз. Түсінікті ма? Қазір метіндегі тапсырмаларды таратып берейін. Мынау бірінші топқа, мынау екінші топқа. Балалар, мына мен кластер құраймыз, қазір ортадан жазамыз барлығымыз шетіне, иә? Үшінші топқа кітаптағы Маметованың өлең жолы бойынша сипаттап береміз. Түсінікті ма? Аз қараңдар, оқыңдар. Кітапта қай жерде? Қай жерінде? Мінекей мына тапсырмамызды орындадық. Енді өз-өзімізді не істейміз? Иығымыздан қағып, мақтап қояйық. Дұрыс, өте жақсы. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі, балалар, топпен жұмыс. Келесі тапсырмада қазір 3 топқа тапсырма беремін. Бірінші топ қызу ұрыстың жүріп жатқан өлеңнің қай жолдарынан байқадыңдар? Сол сұраққа жауап береміз. Екінші топ Мәншүк Маметова туралы кластер құрастырамыз. Үшінші топ Мәншүк Маметова өлең жолы бойынша сипаттап береміз. Түсінікті ма? Қазір метіндегі тапсырмаларды таратып берейін.
Мынау бірінші топқа, мынау екінші топқа. Балалар, мына мен кластер құраймыз қазір ортадан. Жазамыз барлығымыз шетіне, иә? Үшінші топқа кітаптағы Маметованы өлең жолы бойынша сипаттап береміз. Түсінікті ма? Аз қараңдар, оқыңдар. Кітапта қай жерде? Қай жерінде? Болсақ, балалар, қай топ болды? Кім болды? Қай топ болды? Үшінші топ болды, балалар, мерген тобы. Бірінші топ. Болдық па? Бірінші топтан. Сұрағымыз қандай еді? Сұрағымызды оқшы. Сұрағымызды оқы. Қызыл ұрыстың жүріп атқанын өлеңнің қай жолдарынан байқадың? Қай жолдарынан байқадыңдар? Өлеңнің бірінші жолынан байқадық. Оқи ғой. Сілкінтін зембірліктен жерді дүзін. Оқ барап, сілядіктің қапқан ұзын. Қаптаған қалың жолдай тайсалмаған мен көрдім. Пилот балы қазақ шықсын. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы. Отыра ғой. Енді келесі мерген тобы. Айша оқи ғой. Қай жерінде екен? Сұрағын оқи қойшы. Бірінші сұрағын оқы. Оқысашы өзің оқи бер. Мәншік Маметовқа өлең жолы бойынша сипаттап беру. Көзінен ұшқын жүрдей лапылдаған, жауына қақап тігіп қатылданған, отан үшін шайқасқан, ауыр күнге төзсе де өлім қауіпті жасамаған. Дұрыс. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы. Келесі үшінші топ. Екінші топ. Батыр тобы. Мәншік Маметов ұлы отан соғысына қатысқан батыр қыз, пулеметші, қазақ қызы, ер жүрек, шынарды Мәнсия. Ол Ахмет ағасының қолында өскен. Өте жақсы. Көрдіңдер ме? Мәншік туралы көптеген мәлімет берді. Я бізге, балалар. Ал енді барлығымыз жақсы жауап бердік. Сол үшін от жасу жасап көрейікші. Тағы да біледі. Бүгін біз сендермен Саду Машақовты Мәншік туралы, пулеметші батыр қыз туралы өлеңін өттік, иә балалар? Біз Мәншік туралы көптеген мәліметтер естедік, жинадық. Ал енді тағы да бір сұрап өтейікші. Мәншіктің шын есімі кім екен? Мәнсия. Біртіндеп жауап береміз, балалар. Әр топтан мен сұрайын. Және айта ғой. Мәншік, толық жауап береміз. Мәншік Маметовның шын аты Мәнсия. Өте жақсы. Ал Мәншік Маметова кімнің қолында тәрбиеленген? Айта ғой. Айтбек ағасының қолында. Ахмет ағасының қолында тәрбиеленген екен. Балалар, Мәншік Маметова кім? Айта ғой. Мәншік Маметова батыр қыз, пулеметші. Өте жақсы. Пулеметші, батыр, қаһарман, қазақтың қаһарман қызы екен. Енді балалар, біз сабақты қорыта келе, сендерге үйге тапсырма. Не істейміз? Осы өлеңді жаттап келеміз. Енді осыны қорыту мақсатында БББ әдісімен Қанеки, мен сендерге қазір таратып беремін. Білемін, білгім келеді. Осы тапсырмаға жауап жазамыз, иә балалар? Барлығымыз өзімізді бағалап отырмыз ғой? Осыған жазып шығыңдар.
балалар жазамыз. Балалар, қанекей барлығымыз болдық па тапсырмамызды? Ал, қанекей ұлпан айта қойшы. Оқи қойшы өзіңнің тапсырмаңды. Аға? Мәншүк Мәметованы білемін. Білемін. Мәншүк Мәметованы білемін. Пулеметші батыр қыз екенін білдім. Білдің, дұрыс өте жақсы. Өңірде тұратын білгім келеді. Қай өңірде тұрғанын білгім келеді дейді. Өте жақсы. Келесі. Кім оқиды? Ал айтып оқи ғой. Айша? Білемін. Мәншүк Мәметованы. Білдім, батыр қаһарман ер жүрек екенін. Білгім келеді, қай жақта туғанын. Қай жақта туылғанын білгім келеді. Тағы да, ал, Арнұр оқи ғой. Мен оның Ахмет ағадан өскенін білдім. Мен оның пулеметші болғанын білдім. Мен оның өмір баянын білгім келеді. Өмір баянын білгім келеді. Тағы да, кім? Аделя. Білемін. Мен Мәншүк Мәметовты білемін. Мәметованы білемін аға. Білдім. Мәншүк өлеңінің авторын білемін. Мәншүк өлеңінің авторын білдім. Кім екен? Саду? Маша. Білгім келеді. Мәншүк Мәметовтың өмір баянын білемін. Өмір баяны туралы айт. Ал балалар, бүгінгі сабақта өте жақсы қатысқан Арнұр, жақсы саған 10 балл, Амина, Ұлпан, Дамина, Бибарыс, Толғанай, Айша, Жәния. Барлықтарыңа өте жақсы деген 10 деген балды қоямын. Балалар, енді өздеріңнің бағалау парақтарыңды барлығымыз өзімізді бағаладық қой, әркім өз-өзін бағалады ғой, иә? Сол бағалау парағын маған жинап береміз, иә? Балалар, сабақ ұнады ма барлықтарға? Барлығымыз Мәншүк Мәметова туралы біраз мәлімет алдық па? Иә. Өте жақсы. Енді үйде сол өлеңді жаттап келеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сау